Сәлем достар, сіздермен байланыста мен Арайлым. Және дәурен. Біздің отбасы құрғанымызға неше жылдан асты? 13. Енді біз өзіміздің блогқа отбасылық рубрика қосайын деп жатырмыз. Ол рубрика жұп ток деп аталады, яғни жұптық әңгіме, диалог. Мақсатымыз біруге болсын. Может, осы біздің айтқандарымыздан бір пайдалы зат өздеріне алып, жас жұпта отбасын құрғалы жүрген ұлдар, қыздар бірдеме алса деген. Өйткені бізді жалпы Қазақстанда ажырасудың өте көптігі, біздің Қазақстан 2024-те білесіздер, екінші орын алған әлем бойынша ажырасудан. Сол жағы енді алаңдатады. Содан бір көмегіміз тисе екен деген. Енді әрине Тәжірибемен бөлісу. бәрін келіспеулеріңізге болады. Бұл чисто біздің ойымыз. Негізі біз өзіміз өте көп сөйлесеміз. Кейде таңғы 3-ке дейін, 4-ке дейін өте андай терең, глубокий тақырыптарды қозғаймыз. Мышление, балалардың тәрбиесі, қарым-қатынас, ата-ана, кез келген тақырыпта өзіміздің ойымызды мүмкіндігінше моменте жазып отыруға тырысамыз. Машинада болсын, көшеде болсын, бізде өте көп мынандай миды шынықтыратын әңгімелер болады. Сосын біз екеуміз отырып, неге осы әңгімелерді адамдармен бөліспеске, неге осыны камераға жазбасқа, өте пайдалы формат болады деген ниетпен осында жаңа рубрика жүзеге асып отыр. Жұп ток, қарсы алыңыздар. Бүгін бізде бірінші выпуск, қолдап кетсеңіздер болады.